Сондықтан шетелден келген әндерді де дәл солай қазақландыру керек біздің ойымызша. Яғни қазақ тіліне аудару керек. Иә, мысалы шетелдің әуендері бар. Неге сөздері шетелдікі? Неге сөздері қазақтікі емес? Сондықтан біздің Қызық Таймс бағдарламасының лабораториясы арнайы осы бағытта жұмыс жасауда, яғни шетелдің әндерін қазақшалауда. Ал сіздер болса, сол қазақ тілінде аударылған әндерді табуларыңыз тиіс. Ендеше дәл қазір осы жұмыстың нәтижесімен сіздерді таныстырамыз. Жұмыстың қалай болғанын өздеріңіз бағалай жатарсыздар. Ендеше дайынсыздар ма? Олай болса, кеттік. Дайынбыз. Кеттік. Шапалақтарыңызбен біз бастаймыз, құрметті достар, кеттік. Алғашқысы. Айтпақшы, сөздерін білмесеңіздер, ойдан құрастырып ұра беруге болады. Иә, хәләу ләйлім дей салсаңыздар болады. Хәләу ләйлім деп ұра бересіз. Кеттік, алғашқы ән. Қыздар болса бұрышта тұр, қолдарында орамалдар, себебі оншақты қызға бұл жерде 9-ақ ұл бар. Стоят девчонки, да сторонки, в руках халюлем, лоточки, потому что на 10 девчонок По статистике. По статистике 9 халюлем. Бәрекелді! Қалай екен? Негізі аударма қалай? Дәл ме? Түсінуге болады ма? Түсінуге болады. Осы бағытта жұмыс жасасақ бола ма? Болады. Ендеше жалғастырайық. Келесі. Жауым менен қорық, досым менен бас тартпа. Сүймегенім кешір мені, сүйіктім сүйші мені. Не деген өлең кетті? Жауым менен... Враг мой, бойся меня, друг мой, не отрекайся от меня, нелюбимая, прости меня, любимая, люби меня. Бәрекелді! Негізі орыстың әндерін тек қана жұлдыз тыңдайды ғой деймін, ә? Иә, жұлдыз тыңдайды тек. Біз вообще ән тыңдамаймыз десей. Кеттік арғарай келесі. Мен сені көрмейтін едім, миллион адам арасынан. Егер жұма болмаса, келші. Мен сені көрмейтін едім, миллион адам арасынан. Егер жұма болмаса, кеші. Пятница дейді ол ішінде жұма деп. А? Пятница дейді. Қандай ән? Жоқ, жұма деген сөздің аудармасы емес. Онда бұл әннің аты сондай. Әнді қатып беру керек қой. Орыс әндерін тыңдап. Келесі деп. Хайлым. Мен ойымша бағана дұрыс болды нұсқаңыз. Мен сені көрмейтін едім, миллион адам арасынан. Егер жұма болмаса, кеші. Я бы не увидел тебя среди миллионов каких-то лиц. Я бы не увидел тебя. Перевод жасаватыр. Халялем. Қошеметтеріңіз. Ойбай, не болды? А? Қолымды көтерсем микрофон. Жұма. Миллион адам арасынан. Бұл саған ұнамайды деген қалып кетті ғой сонда. Бізде жұма деген сөздің қасында ұнамайды дейтін сөз болмайды. Жұма күні барлығы ұнау керек бәрімізге. Кеттік, жалғастырамыз келесі. Шығыста, айсыз жүрген қандай күн. Шығыста, шайханасыз не өмір. Лакиста. Батыста? What is that? Жоқ, рифма емес, ойынның шартын түсінбеген сияқты. Как это? Как там? Не знаю, там. Как там? Моя любимая русский язык. Без чайханы деген жер ғана біледі енді. На востоке. Опа! На востоке. Без чайханы. Халялем. Тыңдап көрейік. Без луны. Келесі. На востоке. Неменелеріңе мәссіңде әрең тауып атсыңдар ғой, бағанан бері. Деп қойды. Бірден тапқан адамдарға қосып 45 подсказка береміз. Кеттік, келесі.
Мен енді әннің әуелмен айтып көрейін. Иә, Тезірек сен- табу үшін. Сен жарықты өшірдің, арманыңды іштен тілеп, тілегің осы кеште кездесуге келсе ол деп. В тональности, пожалуйста, деген ба. И погасила свечи, загадала желание, что в этот вечер он пришел на свидание. Браво! В этот вечер. Погасила свечи, загадала желание, что в этот вечер Он пришел на свидание в этот вечер. Жобалап 9-шы Б дискотека ғой спортзалдағы. Мен енді Марат сияқты әуендетіп сіздерге жарқын подсказка бермеймін. Сразу орысша айтамын десе. Ай, ешқашан әзіл айтпа, мақұл ма? Хорошо. Жұлдыздар жарқырайды, сен болсаң жанымда менің. Сені бәрі жамандайды, бірақ сен ондай емессің, ондай емессің. Жұлдыздар жарқырайды. Звезды в небе горят, когда ты рядом со мной. Тебе повторю 100 раз подряд. Ты не такой, ты не такой. Осы жұлдыз Ты не такой, ты не тауып такой. жатыр. Жұлдыз тауып жатыр. Мен билеп жатырмын. Балжан подпевка, бота подтанцовка. Менен Уитни Хьюстон әндерін сұраңыздар. Негізі, иә, шетел. Сенің кім? Заттыбектің әндерін сұрайық. Заттыбек, Жеменей, Қызылорық. Қазақ тіліндегі әндерді қазақ тіліне аударайық па сонда саған? Иә. Не деген требование? Келесі. Қазақ фильм елестете алмайды, сенмен болған маған қатты ұнайды. Қазақ фильм елестете алмайды. Колумбия Pictures не представляет. Аржағын айтса енді. Колумбия Pictures не представляет. Бәрекелді! Pictures не представляет. Как хорошо нас Келесі әнді бірден подсказка беріп қоян, оған кейде былай билейді, бейт. Давай, синхронно. Давай, бит, билеп тұрам, синхронно. Мен оқим, кетті. Ақраушан гүлдер, қорғансыз тікендер, не қылған сізбен қан... Белые розы, беззащитные шипы. Что с ними сделал снег и морозы, лед витрин голубых. Тыңдап көрейік! Белые розы, беззащитные шипы. Келесі. не қандай екен? Бұл әнге бұлай билейді әдетте. Бүйтіп тұра беріңіздер, дайындалып. Әдетте бұлай. Вальс. Сендер екеуің бір-біріңмен, кеттік. Жаңбыр астындағы би, тек қана екеуміз, қол шатыр астында билейміз. Жаңбыр астындағы би, дәл осы кезде, осы әуен шырқалады бізге. Танец под дождем, только мы вдвоем, под одним танцуем сам дом. Танец под дождем, не пока сейчас, эта музыка звучит для нас. Бәрекелді! Сен екеуіңде кішкене үлестерін қосып отсаңдаршы, қатысып кішкене. Ауыздарын жыбырлатып, үн шығарыңдар. Жоқ, би екен, би. Строго би. Келесі әнге, бұлай тұрыңыздар бәріңіз. Бір-біріңізге қарап. Үйсіп тұрасыздар. Кетті, дайынсыздар ғой. Передайте, пожалуйста, за билет передайте. Жастырмай жаттап қойды ма сонда сен? Не деген? Оптовка барахолка за проезд передаем. Бұл әзіл емес, кездестік автобуста, нөмір 1-ші автобус келеміз, біз үнсіз. Қандай ән? Это не шутки, мы встретились в маршрутке под номером 1. Едем мы молчим, доброе утро. Я не шутки, мы встретились в маршрутке под номером 1. Едем мы молчим, он говорит... Келесі ән өте әсерлі ән. Егер кеткің келсе, кетші. Ұмытқың келсе, ұмыт. Бірақ жол соңында білші, ешкімде келмейді қайтып. Қандай? Аудармаса? Если бота. Если хочешь забыть, забудь. Только знай, что в конце пути ничего же не вернуть.
байқадыңыздар ма, сіздерге Марат арғы бетте әуендетіп айтып, одан кейін сіздерге жеңіл болып жатыр. Сіз ондай емес екенсіз. Мен ондай емес, мен қатыгезмін. Көрініп Дос тұр. болайық. Дос болайық. Кеттік. Мен деген ол, сен деген мен, керек емес адам. Бір үш әнді біледі екен. Тыққылап атыр, тыққылап. Кеттік. Дайынсыздар ма? Кетті. Мен деген сен, а сен деген мен, керек емес адам бөтен. Қолда қазір бір нәрсемді, бетіңнен бірақ ұрып өлтірем деген сөз. Сонымен қандай ән? Да ты это Билет, билет. я, и никого не надо нам. Все, что сейчас есть у меня, я лишь тебе одной Тыңдап көрейік, отдам. кәдімгі. Я это ты это я, и никого не надо нам. Енді Мынау ән. соңғысы қиындау. Тыңдаңыздар. Ұмытам атыңды сүйікті менің, сенің әдейі атыңды сүйікті менің, және дес бермес махаббатым сенің әдейі атыңды сүйікті, сенің менің сүйікті. Имя любимая моя, твое имя любимая моя, твое имя. Кәне тыңдап көрейік. Қалай ойлайсыздар? Негізі шетелдің әндерін қазақшаға аударуға бола ма екен? Иә, қызықты. Қалай ойлайсыз? Әрмен қарай осы экспериментімізді жалғастыра берейік па, осы жерден тоқтайық па? Біздің ойымызша жалғастыра берейік, осы жерде тоқтамайық. Қызықтаймыз, алға жүре берсін. Ой, жарайды. Сол үшін ақ қояйық. Идея мықты.